Бұл енді біздің елімізге кемінде 50 жыл қызмет жасайды деп сенем, себебі бұнда айтылмаған нәрсе қалмады. Мәдени өсу өркендеу, экономикалық өсу өркендеуге қатысты халықтың заңдық, құқықтық білімінің жетілдіру жолы, енді әлеуметтік жағдайы барлығы заңды түрде осы Конституцияға кірді. Конституция деген ол өмір, адамның өмір сүру дәстүрі, салты. Мысалы біз айтамыз ғой, ата-бабадан қалған ұлттық дәстүр салтымыз мынандай дегендей, әзір енді біздің Қазақстанның алдағы біздің ұрпақтарымыздың дәстүр салты өмірі осымен жүреді. Бұл Конституциядан егер адамдар шықпайтын болса, заңнан шықпайтын болса, олардың өмірі де жақсы болады, әлеуметтік жағдайы да жақсы болады, білімі де жақсы болады. Жалпы әркім өзінің заң шеңберінде, құқық шеңберінде өмір сүртсе, осы Конституциямен барлығы ойдағыдай болады.